Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы бүгін мен сіздерге давленияның жоғары болуы, яғни артериялық гипертензия туралы ақпарат беретін боламын. Жалпы осы ауру немесе давленияның жоғары болуы бұл не үшін болады деген сұраққа жауап берейік. Кішігірім медицинаға кіретін болсақ, бұның негізгі себебі өйткені біздің қан тамырларымыз тарылады. Яғни қан тамырларымыз тарылғандықтан оның ішіндегі қан оның қабырғаларына қан тамырдың қысым көрсетеді. Жалпы осыны қарапайым тілде түсіндіретін болсам, осыны біз давленияның жоғары болуы деп айтамыз. Енді артериялық гипертензия, яғни давленияның жоғары болуы не үшін қауіпті, сол туралы айтып кетейін. Осындай давленияның жоғары болуынан бізде жүрек бұлшықеттеріне қанмен қамтамасыз етілуі бұзылып, адамның жүрек тоқтап қалуы мүмкін, қарапайым халықтың тілімен айтқанда. Яғни миокард инфарктісіне алып келуі мүмкін. Сонымен қатар мидың қан айналым бұзылуынан мидыға қан құйылу деп аталады халықтың арасында, ал медицина тілінде инсультқа алып келуі мүмкін. Сонымен қатар стенокардия, аритмия деген сияқты әртүрлі өте ауыр проблемаларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде артериялық гипертензияны алдын алу керек, және де оны емдеуіміз керек. Ал енді артериялық гипертензияның негізгі симптомдары қандай, сол туралы сіздерге айтып берейін. Артериялық гипертензияның ең негізгі симптомдары, олар жалпы негіз көп көрініс бере бермейді. Адамдар сәл жоғары давлениямен жүре беруі мүмкін. Бірақ та әрине оның өзіне тән симптомдар бар. Әсіресе ол өте жоғары давления көтеріліп кеткен кезде көрініс табады. Ол әрине бастың қатты ауруы, қысып ауруы, көзіміздің бұлдырауы, құлағымызда шудың пайда болуы, сонымен қатар көкірек тұсымыздың қысылып сондай ауруы болуы мүмкін. Бұдан да басқа әртүрлі симптомдар болуы мүмкін. Негізгі симптомдар осы. Ал енді осы артериялық гипертензияның алдын алу үшін сіздерге осы артериялық гипертензияға алып келетін факторлар туралы айтып бергім келіп тұр. Артериялық гипертензияға алып келетін негізгі факторлар ол әрине біріншіден ол әрине кәрілік. Кәрі адамдарда, яғни 65 жастан асқан адамдарда артериялық гипертензияға шалдығу мүмкіншілігі жоғарылайды. Екіншіден ол тұқым қуалайтын фактор. Яғни біздің туысқандарымызда, жақын адамдарымызда давлениясы жоғары адамдар болатын болса, біздің де давлениямыз жоғары болу мүмкіншілігі жоғары. Үшіншіден ол әрине өзіміздің өмір салтымыз. Біздің қалай ұйықтаймыз, біз қалай тамақ ішеміз, біз қалай қозғалыс жасаймыз, соның бәрі біздің денсаулығымызда көрініс табады. Сондықтан да аз қозғалатын адамдар, тұзды тағамдарды, майлы тағамдарды көп жейтін адамдар, артық салмақтан зардап шегетін адамдарда осының бәрі осы артериялық гипертензияға алып келуі мүмкін. Әсіресе осының ішіндегі ең негізгі фактор ол әрине аз қозғалыс. Сіздермен бірге болғанмен Шарықтау Заңғар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп мені қолдап кетіңіздер. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын және білімдеріңізді күнделікті шарықтатыңыздар.